Бүгін сіздермен өте тез дайындалатын салангани тағамын дайындайтын боламыз. 500 грамм тартылған етімізге бір үлкендеу пиязды ұсақтап тураймыз. Барлығын жақсылап майдалап турап алғаннан кейін жаңағы тартылған етімізге қосамыз. 2 тіс сарымсақ, яғни чеснок қосамыз. Осылай езгіштің көмегімен езіп қосуға немесе пышақпен майда етіп турап қосуға болады. 1 шай қасық толтырып тұз саламыз. 1 шай қасық толтырып паприка қосамыз. Және де қалауыңызша қара бұрыш себеміз. 2 ас қасық сұйық май қосамыз. Және 1 орташа жұмыртқа қосатын боламыз. Осы заттардың барлығын жақсылап араластырамыз. Барлық заттар бір-бірімен жаңағы біріккенше жақсылап араластыратын боламыз. Енді осындай дүкеннен арнайы сатылады, салангани деп аталады. Осыны сатып алсаңыздар болады. Ішінде 18 дана тұрады, осындай құс ұясы деп айтады немесе. Осыларды алдымен осылай ашып аламыз. Және де бұл тағамның рецебі осы салангани тағамының жаңағы кеспенің сыртында жазып отырады. Соған қарап жасасаңыздар да болады. Осылай ішіне жаңағы дайындап қойған салмамызды саламыз. Осылай барлығын салып дайындап алдық. Ендігі кезекте подлив дайындайтын боламыз. Ол үшін 1 орташа пияз және де 1 сәбіз қолданамыз. Пиязды осылай ұзыншақ етіп тураймыз. Және де қызып тұрған майымызға салып қуыратын боламыз. Сәбізді осындай корейский салатқа арналған үккіштен өткіземіз. Пиязымыз кішкене қуырылғаннан кейін сәбізді салатын боламыз. Жақсылап араластырып қуырылғанын күтеміз. Кішкене қуырылғаннан кейін жаңағы дайындап қойған саланганиларымызды салып шығатын боламыз. Негізі табада бәрі бір-біріне тығыз тұрғаны жақсы. Менің табам жалпақтау болғандықтан осылай арасы ашылып тұрды. Ол ештеңе етпейді. Және де суды мөлшерлеп құямыз, тұз қосамыз дәміне қарай. Алдымен қатты отта 5 минут қайнатамыз, одан кейін 15 минуттай баяу отта қайнатамыз. Және де суын еселеп құйып отырамыз. Осылай бар болғаны 20 минутта пісіп шығады. Және де өте дәмді болып шығады. Ерекше тағам, жеңіл, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Бұл тағамды ең алғаш жеңгем көрсеткен болатын. Содан бері үнемі арасында жасап тұрамыз. Күнделікті бір тағамнан жалықсаңыздар, осы тағамды дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді әрі берекелі болсын.